Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге тегін курс өткізетін боламын. Осы мен YouTube каналымда барлық тегін курстарды, неше түрлі тегін курстарды таба аласыздар. Маникюр болсын, педикюр болсын, наращивание ресницы, наращивание ногтей, торт, даже спорт, фитнес. Осы YouTube каналыма мен барлығын салып отырамын. Алдымен менің тегін сабағымды қарамас бұрын маған тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, ешқандай әрбір ақпараттарды, көптеген ақпараттарды көріп отырасыздар, ештеңеден құр қалмайтын боласыздар. Ал енді бүгін бізде алғашқы сабақ, маникюр курсынан сабақ өтетін боламыз. Бірінші біз инструменттермен танысатын боламыз. Алғашқы инструменттеріміз бізде міне осындай пушер болады. Не үшін керектігін потом сіздерге екінші сабақта айтатын болам. Алдымен бірінші сабақта осылармен танысып сатып алатын боласыздар. Өздеріңізге керектерін. Пушердің осындай екі түрі болады. Мынау негізі апельсиновый палочка. Бұнымен көп нәрсені жасау ыңғайлы болады. Бұнымен біз деген еттерді итереміз, мысалға кейде базымыз ағып кетіп жатады, лагымыз жағылып кетіп жатады. Сол кезде көптеген способтармен былай алып біз кетіп тастай аламыз. Немесе бұнымен даже суретте салуға болады. Бұнымен даже наращивание ногтей жасауға көптеген пайдасы бар. Алдағы сабақтарда біз бұнымен қандай пайдалар бар екенін танысатын боламыз. Ал енді бұл пушермен біз тек қана бір ғана нәрсені жасаймыз. Бұнымен біз ет итереміз и болды. Ет итереміз. Бұнымен ет қана итере аламыз. Енді өздеріңіз қайсысы ыңғайлы, өздеріңізге соны аласыздар. Содан кейін бізде пилка. Мен осындай екі түрлі пилканы қолданамын. Негізі начинающыларға осындай қалыңдау, жұмсақ пилкалар ыңғайлы болады. Мынау бізде острый пилка болып келеді. Басты бірінші клиенттермен, модельдермен жұмыс жасаған кезде сіздерге қиын болуы мүмкін. Себебі бұл қатты острыйлығы сонша тырнақты ойып жіберуі мүмкін. Сондықтан да біз алдымен осындай жұмсақ қалыңдауынан алып бастағандарыңыз жөн болады. Содан кейін бізде уже мынандай фреза. Бұл кутикулға арналған фреза. Осындай ұшты болады. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Ол мүлдем ауыртпайтын негізі жұмыс жасағанда қыздар. Және де кусачка. Кейбір қыздар кусачкамен алып біледі, кейбіреулері қайшымен алып біледі. Сондықтан өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, соны сатып аласыздар. Содан кейін бізде міне база. Бұл база негізі Вайлдберристе бар. Вайлдберристен алсаңыздар болады. Мен көбіне Вайлдберристен алам. Міне, мынау топ. Бұл база топтарды біз міндетті түрде алу керекпіз қыздар. Екінші сабақта бізге жұмыс жасағанда өте қажет болады. Және де мұнау бізде гель. Бұл гельмен сіз наращивание ногтей да жасай аласыз, гель покрытие де жасай аласыз. Бұны база арқылы да қолдана беруге болады. Если сіз алғаш рет маникюр курсын оқиын деп қарап жатқан болсаңыз, басында түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ содан кейін жасап жатып түсініп кетесіздер. Сондықтан осыларды алғандарыңыз жақсы болады. Сосын бізде тоже мынау ұнтақ. Бұл ұнтақ бізге андай қолдары тершең, всегда сулы болып жүретін кісілерге кутикулын жасап жатқан кезде себетін болсақ, өте жақсы жұмыс жасайды осымен. Содан кейін бізде мынандай маслы бар. Қолға маслы обязательно қыздар, әсіресе начинающий қыздарға маслы өте қажет болады. Және де капрамин. Капрамин өте керек нәрсе бізде. Бұны не үшін қолданамыз? Бұны біз кейде еттеріміз алып атқанда, әсіресе начинающиларға қанап кеткен кезде сразу осыны бір тамшын тамыза қойсақ, қан тоқтай қояды. Осы соған пайдасы көп. Содан кейін бізде мынандай обезжириватель деп атаймыз бұны. Спирт түрінде. Просто аптекадан барып спирт бересіз ба деп сұрасаңыз тоже болады. Либо осы обезжиривательді алсаңыздар тоже жақсы. Содан кейін бізде бесфорсовый салфетка. Бесфорсовый салфетка деп аталады. Либо үйлеріңізде ондай жұмсақ, мата керек емес нелер болса, осылай 4-5 рет қиып алып қолдансаңыздар тоже болады, жақсы көмектеседі.
Содан кейін осындай щетка алып алыңыздар. Өздеріңіз қарайсыздар енді бұл жағын. Содан кейін бізде мынандай кисті. Біз бұл кистімен наращиваем ногтиді да, базымен де, либо сурет салғанда да көп нәрсеге пайдаланамын мен бұны. Керек болады. Және де мынандай өте осындай мягкий, ненде жұқа кисті алу керекпіз. Жұп-жұқа кисті. Негізі енді сіздерге аңғай түсіндіріп өтейін. Мынандай апельсиновый палочка аламыз, и мынандай нелерді алған кезде, инструменттерді алған кезде қымбатынан алған дұрыс. Мысалға, мына инструментіміз оригинал 6-7 мың теңге тұрады. Мен осындай шамада алам. 1500-2000 теңге, 5000 теңге олай алып қажеті жоқса, 5000-нан жоғары аласыздар ғой енді. 1000-нан ондай олар пайдаға аспайды сіздер айтайын. Босқа ақшаларыңызды құртпай, сразу оригинал алып алғандарыңыз дұрыс. Даже кистыдан да оригинал алғандарыңыз жақсы болады. Әрбір нәрсенің өзінің сондай несі болады ғой. В общем, қымбатының несі качествосы жақсы болады дейді ғой. Сол барлық нәрсеге қарағанда қымбатынан, качествосынан қарап алғамыз. Бізде енді бұл екеуі Wildberries-тен алып алғанмын. Wildberries-тен сіздерге артикулын төменге жазып кетемін. Және мынанда любой неде бар, бұндай пилкалар ала берсеңіздер болады. Бұларды неден алдым? Wildberries-тен алдым. Даже бежевательді Wildberries-тен көпке жетеді прям. Осыларды алып алсаңыздар болады. Содан кейін қазір сіздерге келесі видеода көрсетемін. Енді қыздар, бізге осындай лампа алған дұрыс болады. Сіздерге сразу айтайын, бұл лакты базаны кетіретін именно осындай түрін алып алған дұрыс. Мен бұны өзім 12 мыңға алдым. Нормально сені таба аласыздар 12 мыңдай. Бұдан өзгеше лампаға совет етпеймін. Потому что, қараңыздар, астын айтып өтейін. Асты осындай металл болу керек. Бірақ барлығы металл болмау керек. Мына қараңыз, жоғары жақтары осындай. Енді менің клиенттерім қолдарын тегізіп алған. И осындай болу керек. Барлығы мына жоғарыда металл болмауы керек. А то бізде ондай лампалар дұрыстап сушить етпейді, кептірмейді дұрыстап. Сондықтан да абай болыңыздар. Негізі лампының да түрлері болады. Кейбір магазиндерде болады, лампаны гарантиямен сатады. Без гарантия деген сияқты. Негізі гарантиямен алып алған дұрыс. Мен өзім басында бастаған кезде 10 мың теңгеге алдым. Гарантия маған 5 ай деп берді, бірақ 6 жыл болды. Ол лампа әлі керемет істейді. Қазір менің онымен ученицаларым жұмыс жасайды. Ендігі кезекте қыздар, бізде осындай аппарат, маникюрный аппарат деп атаймыз бұны. Бұны да сразу оригиналынан алып алған дұрыс. Енді әркім өзінің жағдайына қарайды. Мен басында өзім бастаған кезімде 15 мыңға алдым. Ол да тоже әлі істеп тұр. Гарантиямен жақсы магазиннен алатын болсаңыз, сондай жақсы неге шыдайды. Ал енді мына ұстап отырған аппаратым менде 80 мың теңге тұрады, 80-90 мың теңге. Уже бұл оригинал. Біз аппараттарды оригинал еместігін қалай ажыратамыз? Бағасынан және де скоросынан аз біз деген несі дешевле болатын болса бағасы, онда ол деген скоросты аз дейміз. Скорос арқылы жұмысымызды тез жасаймыз, тез бітіреміз, және де мына кутикулдарымызды тазалаған кезде тазалап, тап-таза етіп не істейді. Скорос көп болса, мощный болса, тап-таза етіп тазалап беретін болады сіздерге. Енді қазір мен сіздерге бұны қосып көрсететін боламын. Міне, қараңыздар, кнопкаларына енді дұрыстап сіздерге көрсетейін. Осы жерден біз қосамыз. Мына жағынан оң жаққа және сол жаққа айналдырамыз. Тағы бір айта кететінім, қыздар, мынау қосылып тұрған кезде бір жақ кутикулымызды тазалап аламыз ғой. Содан кейін біз сразу аппаратты сөндірмей тұрып ауыстырып жіберуге болмайды былай. Сөндіріп тастап ауыстырыңыз. Если сөндірмей аппаратты ауыстыра беретін болса аппаратын, онда сіздің неңіз аппаратыңыз сынып, өзінің мощностьсын жоғалтуы мүмкін. Осыны есте сақтаңыздар, қыздар. Ал енді
жағдайларыңыз келгенше осы заттарды ертеңге дейін алып алыңыздар. Келесі сабақта біз модельге маникюр жасап үйренетін боламыз.